Кочол, сонда бул жер калай пайда болгон? Бул сайдын калай пайда болгонун тууралуу айтатын болсак, биринчиден жауын чашын болса, экинчисинен ушул жерге токтоосуз согатын желдин әсери. Ал үчүнчүдөн литосфералык плитанын жылжуу менен жер силкинистеринин әсери. Ана жактан жол сопша мынакка тыгылып калып болот экен го. Iya, o da мүмкүн. Бул жер мыйкайлатар ыстык аптап ысыда көлеңке салкын самал болуп турады. Бул жерде эшкилер мекендеген тау эшкилери. Абак сөзү эшкиде деген мағынаны билдиреді деген деректерде бар. Маңгаз Маңғыстау аспан астындагы купуяга толуу ашык муражай. Кочол, биздики болсо өрешилик эмес пе? Кайдан табамыз бул канчарды? Кыялга эрип берип, кууп кеткен жокпузбу айтор? Оңға бұрылып 17 қадам алға жүр. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің, алған бетіңнен қайтпа. Бұл қылышқа жерде. Эй, балам! Бұл қару сенің туып-өскен өлкеңнің тірегі. 2 ғасыр бұрын бұл қанжар өзге әлемдікі болған. Алайда сол қатыгез адамдардың көбеюіне байланысты бұл қанжар ынтымағы мен берекесі жарасқан осы жерге бұйырған екен. Әділ батыл бабаларымыздың арқасында бұл қанжар осы жерге жасалған екен. Әлемнің жауыз қаншерлері бұл қаруды өз қол күшіне иемденгісі келеді. Сендердің батыр бабаларың осы қанжар арқылы жауларға тойтарыс берген. Бұл қару тек саған ғана бағынады. Тездет! Уақыт аз қалды, келіп қалды. Ей, мен қалайша кімге барам сонда? Бұл не деген зат, а?